Арнада тәулік ақпараттық жаңалықтар бағдарламасы педагогикалық идеялар панорамасы атты республикалық байқаудың аймақтық кезеңі өтеді. Осыған орай бүгін кәсіптік даму институтында баспасөз мәслихаты ұйымдастырылды. Мұнда облыс бойынша мектепке дейінгі орта, арнайы қосымша техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогтері жиналды. Ақтөбе өрлеу біліктілік арттыру институтында, яғни Ақтөбе филиалында бүгін баспасөз конференциясы өтіп жатыр педагогтермен. Бұл конференция негізгі мақсаты мектепке дейінгі орта білім, арнайы білім, қосымша білім және жоғары білім педагогтерін, қызметкерлер, яғни педагогтер үшін олардың озық тәжірибелерін тарату мақсатында. Осы дәстүрлі жыл сайынғы өткізіп келе жатырған республикалық байқау педагогикалық идеялар панорамасы облыстық кезеңі өткізу үшін педагогтерге ақпарат беру мақсатында өткізіліп отыр. Жалпы офлайн түрінде 30-дан артық педагогтер және онлайн түрінде 60-тан артық педагогтер қатысып отыр. Бүгінгі конференцияда педагогтер өздерінің байқауға байланысты сұрақтарына жауап алды. Жиынға офлайн форматта 30-дан аса, онлайн форматта 60-тан аса мұғалім қатысты. Байқау мектепке дейінгі орта, қосымша техникалық және кәсіптік, жоғары білім беру қызметкерлерінің озық педагогикалық идеяларын, заманауи білім беру технологиялары мен әдістерін қолданудың тиімді тәжірибелерін ұсыну мен таратудың бір түрі болып табылады.